Баршаңызға қайырлы күн, достар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Көптен бері осы тауық аяқтарын инстаграмнан көріп пісіргім келіп жүрген. Бүгін сіздермен бөлісуді жөн көрдім. Өте дәмді шығады екен, тез әрі оңай дайындалады екен. Ең алдымен қызып тұрған табаға осылай кішкене ғана сұйық май құйып, тауық аяқтарын тазалап, сыртындағы қабығын алып тастап, осылай жақсылап қуырып аламыз екі жағынан. Бөлек ыдысқа осылай картошканы пюре етіп пісіріп аламыз. Тауық аяқтарын жақсылап тұрып, қатты отта шыжғырып аламыз. Екі жағын, барлық жақтарын қызартып аударамыз. Өзінің суы шығады осылай. Өзінің суы сарқылғасын 100 грамм су құйып, бір 20-25 минутта баяу отта қайнатып аламыз. Жаңағы картошкамыз пісті. Оған сары майымызды, сырды қосып, бұрыш қосып, әдемі дәмдеуіштеріңізді қосып, араластырып пюре қылып аламыз. Міндетті түрде ыстық күйінде жасаймыз. Сол кезде сыр еріп, барлық дәмдеуіштер сіңіп, әдемі болып шығады дәмі. Тауық аяқтарымызды осылай тазалап аламыз. Сүйегін лақтырмаймыз, бізге керек болады. Осылай етін бөлек кесіп аламыз, ұсақтап. Жаңағы дайындап қойған пюремізді салып, екеуін жақсылап тұрып араластырамыз. Мен сіздермен қазір екі түрімен бөлісетін боламын. Жартысын духовкаға пісіріп көрдім, ал екіншісін табаға қуырып көрдім. Екеуі екі түрлі дәм береді екен. Міндетті түрде пюрені суытып алыңыздар. Салқын күйінде жұмыс жасаған абзалырақ. Сол кезде басы жақсылап бірігіп, қолға жабыспай әдемі болып шығады. Мен мына жерде асығыс болғасын, пюрем де ыссы болды, тауықтың еті де ыссы болды. Сондықтан шамалы қолыма жабысып, кішкене бастары бірікпей ыңғайсыздық тудырды. Бұл бірінші вариантымыз духовкада піскен тауық аяқтары. 200 градуста қызып тұрған пешке 20 минутта пісіріп аласыздар. Қазір сіздерге екінші вариантын көрсетем. Бұл қуырылған түрі тауық аяқтарының. Дәл осы видеодағыдай етіп қайталап жасаңыздар. Бұл жерде уже менің смесім суып, әдемі болып бастары жақсы бірігіп тұр. Сол үшін маған жұмыс жасауға да ыңғайлы болып тұр. Өздеріңіз байқап тұрған шығарсыздар. Барлығын осылай аяқсызда домалақ қылып, шарике қылып та дайындап алдым. Барлығын осылай дайындап аласыздар да, бірінші ұнға ұнатасыздар, сосын жұмыртқаға ұнатасыздар, және соңғы панировочный сухариге аунатып, барлығын жақсылап дайындап аламыз. Қайсысы ұнады деп сұрасаңыздар, ол әрине өзіміздің үйреншікті табада қуырылған тауық аяқтары болды. Балалар да ойланбастан жеп тойып алды. Қасына гарнирдің, әртүрлі гарнирді қосып, кешкі асқа берсеңіздер өте дәмді шығады. Қазақша контентімізді қолдап, міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Менің видеоларым сіздерге пайдалы болсын. Назарларыңызға рахмет.